Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бүгін сіздермен орама нан дайындайтын боламыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін 250 мг судың үстіне бір дана жұмыртқа және жарты шай қасық тұз салып, араластырып, 600 г ұнның үстіне құямыз. Қамырды осылайынан елеп, оны екі бөлікке бөліп, бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 400 г асқабақты, 2 дана картопты және 3 дана пиязды осылайынан майда етіп, кубик қылып тораймыз. Торалған көкөністердің үстіне 700 г тартылған сиыр етін, қара бұрыш және 1 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, өсімдік майын бүкіл қамырдың бетіне жағып шығамыз. Сөйтіп қамырды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бетіне осылайынан фаршымызды жағып шығамыз. Сөйтіп оны рулет қылып ораймыз. Қамырымыз жабысып қалмас үшін мантаваркамызды міндетті түрде майлап алып, рулетімізді салып, мантаваркада 45 минут буда пісіретін боламыз. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.